Омардың пайғамбарға деген шынайы махаббатын білгеннен кейін, осы кейбір кезде адамдар менен сұрайды, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға махаббаттың шыңы дегенді қалай түсінуге болады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам деген махаббаттың шынайы көрінісі тарихта орын алған ба деп. Мен үшін махаббаттың шыңы ретінде ол Омар ибн Хаттабтың әрекеті көз алдыма елестейді. Өйткені Омар ибн Хаттаб, құрметті бауырлар, өлім сәті жақындап Раббысына қайтуға аз уақыт қалған кезде ол кісі өзінің баласы Абдулланы мұсылмандардың анасы Айша анамызға жібереді. Сөйтіп баласын былай деп айтады: ей Абдулла, сен барып Айшадан мені пайғамбардың қасына желеуге бола ма деп рұқсат сұра деп айтады. Сөйтіп Абдулла әкесінің бұйрығына бойсынып Айша анамызға барады. Сөйтіп Айша анамызға кіріп, сол пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қасында әкем жатса бола ма, сол жаққа жерленсе бола ма деп рұқсат сұрайды. Сонда Айша анамыз өзі күйеуінің, яғни пайғамбарымыз қасында, және әкесі Абу Бәкірдің қасында жатуды қаласа да қайтыс болғаннан кейін, бірақ Омардың пайғамбарға деген шынайы махаббатын білгеннен кейін ол кісі толыққанды келісім білдіріп, сөйтіп әлгі пайғамбар мен Абу Бәкірдің қасына өзін жатқызуды қаламай, Омар жатқызуға рұқсат беретіндігін тарих кітаптарына жеткізеді. Сол себепті Омар ибн Хаттаб қаншалықты Айша анамыз пайғамбардың қасында жатқызғысы келетінін білсе де, өзін осы пайғамбарға деген махаббат іштей ылғи жылжытып, сол Айша анамыздың көңіліне қарамастан пайғамбардың қасына жатқысы келетінін осылайша білдірген болатын. Сөйтіп Омар радиаллаху анху қайтыс болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасына, құрметті бауырлар, жерленеді. Сол себепті өмірде пайғамбарға деген шынайы махаббаттың көрінісі болса, осы Омар ибн Хаттабтың өлім сәтінде пайғамбарды жақсы көрген соншалық жерленген кезде де Алла елшісінің қасында болған оқиғасы сөзсіз мен үшін махаббаттың ең үлкен шыңы болып табылады.